Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, бүгін біз дәл осы қауынның дәнегінен дәмді пирог жасайтын боламыз. Суығанын, менің кескенімді, видеоны түсіргенімді күтпестен балаларым жан-жағын шұқып жеген болатын. Өте дәмді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші осылай қауынның дәнегін блендермен немесе сок жасайтын блендермен езіп алатын боламыз. Негізі сок жасайтын блендермен езгендеріңіз өте дұрыс болады. Мінекей достар, езіп алдық. Енді кезекте оны сүзетін боламыз. Достар, егерде менің осы видеомды пайдалы деп тапсаңыз, онда төмендегі поделиться батырмасын басып, өзіңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен бөліссеңіз болады. Және де достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен көптеген пайдалы ақпараттармен, рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей сүзіп алдық. Келесі кезекте ыдысымызға 2 жұмыртқа және қантты қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылайша қауынның дәнегін тастамай, өте пайдалы дәруменді пирог жасайтын боламыз. Келесі кезекте сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Онда алдын ала електен өткізіп қойдым. Оған қопсытқыш қосып, 2-3 бөлікке бөле отырып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, дәл осындай қоймалжың сұйықтау пайда болды қоспа. Келесі кезекте оны табамызға құйып, қызып тұрған пеште жарты сағатқа пісіріп алатын боламыз. Достар, дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Кешкі шайға өте дәмді болары анық. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Кішкентай балаларыңызға өте қатты ұнайды.